Ертеде бір елдің ортасында ақылды да аңғымекес қызықтандыра алатын бар адам болыпты. Оны Қожа Насыр деп атапты. Ол күн сайын түрлі оқиғаға дұс болып, адамдарды күлдіретін және ақылға толы сөздерімен елге танымал болған. Бүгінде тағы бір күлді болған оқиға басталады. Қожа Насыр базарға барып, уақыт өткеріп жүреді. Сол жерде бір адам оған сұрайды: «Ей ағайын, не істеп жүрсің?» деп. Қожа Насыр бір қарап қойып: «Бүгін жұрттың ақыл деген затты қайдан алатынын бақылап жүрмін» деп жауап берді. Адам тағы сұрады: «Ақыл сатып ала аласың ба?» Қожа Насыр күліп: «Егер сататын болса, өзімде біраз сауда жаса едім» деп сөйлеп, тұрған жұртты да күлдірді. Күнінің бірінде ол атының басын базарға бұрады. Ол жерде ет сатып тұрған бір саудагермен кездеседі. «Етші, бүгін еттің килограммы 2 теңге» дейді. Қожа Насыр атынан түсіп, етке қарап: «Сен менің ас ауқатым боласың ба?» деп сондағы жұртқа үн саулады. Етші түртінгіп: «Аласың ба, алмайсың ба, сөйлей бермеші» деп жанындап жатады. Тағы да әндер мен ертегілерді қалайсың ба? Біздің тегін Лолла қолданбасын жүктеп ал.